Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Бакеева Шолпан Амировна өзбекше палау басатын боламын. Сол үшін де видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өзбекше палауды пісіру үшін бізге сәбіз 1 килограмм, ет 1 килограмм керек болады. Қазандағы қызып тұрған майға етті жақсылап қуырып аламын. Етті қызарғанша қуырып болған соң, арқасынан пиязымызды салып, оны да жақсылап қуырамын. Палауды біз үйде жақсы көргендіктен, әр 3-4 күнде бір пісіреміз. Палау біздің отбасымыздағы ең жақсы көретін тамағымыздың бірі. Енді пиязды жақсылап қуырып болған соң, сәбізімізді салып, қуырамыз. Оны да солғанша қуырамын. Қуырып жатқанда сол зірені қосып, оны да тағы 5 минуттай қуырамын. Суды құйып жарты сағат қайнатамын. Ал күрішті тұзды суға 5 минут салып қоямын. Енді суына бір ас қасықтай тұзды қосамын. Күріштің суы тартылған соң, оны демдеп, бетін жауып қоямын. Міне палауымыз дайын болды. Етін майдалап турап, енді дастарханға қоямыз, ас болсын. Енді осы видеом ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.